үш үйдің көлемдері мындай екен. Бұл үйлерді жылытуға жұмсалған теңгені олардың көлемдері пропорционал етіп бөліңіз деді. Бірінші болып бәрін қосып шығам. 3615 қосу 2685 қосу 1575. 7875. 7875 метр куб. Мына бәрін осы метр кубқа кәдімгі пропорция 1575 теңге төленеді. Кез келген біреуін ала салайық. Ал 3615-ке x 3615 көбейтемін 1575 бөлемін 7875-ге 723 бірақ жерде бар екен. Осын белгілей саламыз. Общий мынаны қостымда мына теңге төленген, ал мынаның өзіне қанша теңге төленеді таптым. Басқа біреуін тексеріп көрсек те болады. 2685 көбейту 1575 бөлемін 7875. 537. Міне шығыпты 537. Мынаны есептесеңіздер де осы шығатын болады. Есеп түсінікті болса лайк басыңыз, арнаға тіркеліңіз. Сіздермен бірге болған Айшаға айлаңыз. Математика сабақтан сізге 20-20 тілектеспін.